Сіздерге не тапсырма берді? Өзің қалай ұстадың дегенде Ивановтың жауабы. Құлымбетов бізге тапсырма берген жоқ. Мынау аштан қалған қазақтың қалғанын аман сақтау үшін түйе керек. Түйені жалпы асыл тұқымды малды Қытайдан, маңайдағы мал бағатын Моңғолиядан сатып әкелу керек. Өзің қалай ұстады дегенде, Құлымбетов өзін Қазсектің төрағасы қалай ұстау керек болса, солай ұстады деп жауап берген. Осыған қарап ойлаймыз, жаңағы Көшім ағамыздың болжамы дұрыс-ау деп. Өйткені ең бірінші жапон шүменіп 31 мамыр күні Ақтөбенің вокзалында ұсталған адам Елжан Мамонов. Мардан ағамыз сол числоны ұсынып 31 мамырда репрессия құрбандарын зерттейтін тұлғалардың маңындағы тарихи деректер көптеп табылады. Жиынға Жанайдар Сәдуақасовпен Жүргеновтің байланысы. Әкесі қара кәмпескеге ұшырап жатыр, өзі үйден Ташкентке кетіп қалған, елге келе алмай жүр, Темірбек Жүргенов. Сонда досы Жанайдар Сәдуақасовқа адам жібереді. Менің әкемді суық Сібірге қарай емес, мүмкіндік болса арқа қарай жіберерсің деп. Сөйтіп ол кісі Темірбектің інісі Ысқақ келіні Ақшеберді үкімет адамдарынан сұрап, итшеккенге айдасаң да, мені Ысқақжан мен Ақшеберден айырмаңдар деп, 5 жыл жер алып, 28-ден 33-ке дейін қазіргі Жезқазғанның жаңарқасында болады. Барғанда оның алдында өңделген қыстау үй тұрады. Ол үй Жанайдардың атасы Сәдуақастың қыстауы. Кейбір тарихшылар оны Сәкен Сәдуақасұлы Сейфуллиннің әкесінің қыстауы деп жүр. Жоқ, олай емес, досы Жанайдар Сәдуақасұлы дайындады деп ойлаймыз. Бұл жерде Ангелді Махмұтұлы менен Перизат Құрманғазы Сәдуақасұлының көлемінде 2 томдық монографиясы бар. Жас тарихшылар оны білу үшін оқып алуына болады. Біздің әрбір тұлғамызға осындай монографиялар керек. Ангелді ағамыз Ұзақбай Құлымбетов қазақ билігінің ақсақалы дейтін мына монографиялық кітапты жарыққа шығарды. Өкінішке орай Жүрген туралы қаншама кандидаттар бар, бірақ осындай бір монография жасатын ғалымдар әлі шықпай жатыр. Соған жастарды шақырамыз. Бұл қарындасымызда сырқаттан емханаға түсіп қалып келе алмай отыр. Сөздің кезегін Гумилев атындағы Евразиялық